12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жаныңызды жадыратар, жан сусар хабары және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы ақын Ұлжан Шораева. Хош келдіңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Рахмет, өте тамаша көңіл-күйім. Бәрекелді, сұхбатқа дайынсыз ғой? Дайынмын. Сіз ат артып, сонау Астанадан келген екенсіз, қалай жеттіңіз? Туған жерге деген сағынышпен, көңілім желдей есіп, өте сондай көтеріңкі көңіл күймен асыға жеттім. Бәрекелді. Туған жерге келіп, ата-анаңызды көріп, сағынышыңызды, мауқыңызды басып жатқан шығарсыз? Әрине. Өз үйім өлең төсегім деп, ата-анамның қасында еркелеп жатқан жайым бар. Тамаша. Туған жерге сүйінші жаңалықпен келіп отыр екенсіз. Ұнайды қарағаның атты тұңғыш жыр жинағыңыз жарық көрген екен. Құтты болсын. Әңгімені біз осы кітабыңыздан бастасақ? Биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлап жатыр ғой. Мен де тәуелсіздіктің құрдасы ретінде осы мерейлі жасымның қарсаңында қандай жетістікке жеттім, қандай өзімнің еңбегіммен мақтана аламын деген үлкен ой туды. Сол ойдың нәтижесінде өзімнің алғашқы жыр жинақ кітабымды жарыққа шығаруды жөн көрдім. Және бұл кітаптың жарыққа шығуына маған шығармашылықтағы ағаларым көп қолдау көрсетті. Оның ішінде белгілі ақын, жазушы, сазгер, қоғам қайраткері Әкім Ысқақ ағамыздың рухани демеушілігінің арқасында мінекей «Ұнайды қарағаның» атты осы кітап жарыққа шықты. Тамаша. Қанша өлең бар ішінде, қандай тақырыптарды қамтиды? Негізі менің осы уақытқа дейін жазған өлеңдерім 3 дәптерге жиналып қалған екен. Ол балалық өлеңдерім, өзімнің жалындаған жастығымның өлеңдері. Әкім ағамен бірге осы өлеңнің барлығын іріктей келе соңғы жазылған әсіресе өлеңдерді алдық. Санына келсек 130-дың шамасында өлеңдер жинақталды. Бұл кітапты Мағжан баспасынан шығардық. Бұл баспа Қарағанды қаласында орналасқан. Баспаның басшысы Алмас Мырзахмет деген өте білікті, сауатты, өзі жазушылар одағының мүшесі. Сол кісіге аманат етіп табыстадым осы кітаптың шығуын. Себебі бұл кітап өте аз уақыттың ішінде шықты. Бір айдың ішінде жарыққа шықты. Барлық дизайнын, ішкі түптелуін барлығын өте сауатты, жауапкершілікпен атқарып шықты. Соған ризамын мен. Тамаша. Ішінде байқасам, әңгімеде қосқан екенсіз. Әңгімеде жазасыз ғой демек. Я кейде қара сөзбен де өзімнің ойымды, көңілімді мазалаған тақырыптарды жазып тұрамын арасында. Бұл поэзиялық кітап болғандықтан ол қара сөздерді қоспауға маған ұсыныс айтқан негізі, бірақ қоспауға қимадым. Сондықтан 4-ші бөлім ретінде шағын әңгімелерді де қосып отырмыз. Тамаша. Тағы да құттықтаймыз. Елорда төрінде өткен кітаптың тұсаукесеріне кімдер қатысты? Қалай өтті? Бұл кітаптың тұсаукесері өзімнің туған күнімде 25 қазан күні Тәуелсіздік сарайында өтті. Мен Тәуелсіздік сарайында өтеді деп өзім ойлаған жоқ едім, бірақ Алланың қалауымен солай болды. Барлық сәтін соған келіп түскендей болды. Әкім аға бастаған бізде тілеулестер тобы бар. Сол топтың белсенді мүшелері қолдау көрсетіп келді. Оның ішінде осы Тәуелсіздік сарайының директоры Болат Рысқалиев ағамыз да сол тілеулестер мүшесі болып табылады. Сол кісіге үлкен рахмет айтамын. Осы Тәуелсіздік сарайының төрін ұсынды.
осы Ұлжан қызымызды қолдайық деп тұсаукесердің сонда абыроймен өтуіне үлкен жәрдемін тигізген бірден бір тұлға. Және әрине тұсауын кескен әкім ағамыз, сондай-ақ Көпен Әмірбек, белгілі сатирик Көпен Әмірбек ағамыз. Ол кісінің келу себебі бұның алдында әкім ағаның Ең бай әке деген кітабының тұсаукесері болған. Сол тұсаукесерді мен ұйымдастырған болатынмын. Сонда Көпен аға сол кітаптың тұсауын кесіп жатып, лентасын маған ұсынды. Келесі кітап сенің кітабыңның тұсаукесері болсын деп. Енді жақсы сөз жарамырыз, сол лентаны сақтап қойған едім, ырымдап. Әкім аға айттым, енді сізбен бірге Көпен аға да осы кітаптың тұсаукесерін кессінші деп. Көпен аға Таразға күйеу бала болып келеді ғой. Хабарласып едік. Мен қазір Тараз елінде жүрмін. Тараздың қызы болса, мен қалай оған бармаймын деп қайтатын күнін ертерек ауыстырып, осы тұсаукесерге арнайы келді. Және белгілі академик, дәрігер Жассан Зекиев ағамызда. Оның алдында осы тілеулестер тобының мүшесі ол кісі де. Ол кісімен де бірнеше шарада болғанбыз. Ол кісі де Алматыдан арнайы Астанаға осы тұсаукесерге келді. Солай ел ағаларының қолдауымен әдемі тұсаукесер өтті деп ойлаймын. Бәрекелді. Кітаптың атауына тоқталайықшы. Ұнайды қарағаның деп. Кімге арналған, қандай өлең? Ұнайды қарағаның бұл әрине махаббат тақырыбында. Махаббат болғанда да бір нәзік сезім, мөлдір сезім, бір мүмкін оқып берермін, сонда көрермен түсінер. Бұл кітаптың тақырыбында қойғанда көп ойланбадық. Әкім аға осы тақырыпты қояйық деді, ұнайды қарағаның. Өйткені кез келген, мысалы, жігіт пен қыздың ғана қарау емес, кез келген адамның бір-біріне қарағанында бір ерекшелік, нәзіктік, бір махаббат сезілсе, ол кім-кімнің де көңіліне шуақ себері сөзсіз ғой. Сондықтан осы тақырыпты таңдайық деді. Бәрекелді. Есімде әлі сенің қарағаның, сен мені өзгелерден дараладың. Мен де ұзақ кейпін бұзбай қарайыншы, күлкіңнің шат болмысын бағаладым. Ұнайды сенің олай қарағаның, бұл кештің бар көркіне балағаның. Сүйсіне қарағанда жұмбақ сырмен, жүрегімнің гүл бағын араладың. Менің де шын көңілден қалағаным, көзіңнен таса қылмай қарағаның. Үзіліп қалмау үшін сезім қылы, дәл бұлай өзгелерге қарамағын. Ұнайды маған олай қарағаның, сен мені өзгелерден дараладың. Жоғалтып алмайықшы адалдықты, қалаймын болғаныңды жан адамым. Ұнайды маған олай қарағаның. Сізге де құрғыл келмедім. Мінекей өзімнің авторлық алғашқы жыр жинақ кітабымды сізге тарту етемін. Қандай тамаша, үлкен рахмет. Құтты болсын, керемет кітап екен. Көп томдықтарға ұласа берсін. Әумин, рахмет. Және бұл кітапты жалпы сипаттап берсем, дизайнын Алмас Мырзахмет өзі жасады дедім ғой, сондықтан сырты матовый болды. Және әкім ағамен Алмас ағаның айтуы бойынша, сен әлі танымал емессің, сондықтан сенің өз суретің тұру керек деді. Сондықтан осы образды таңдап осылай шығардық. Және артында біз заманауи қылып ерекшеледік. Мұнда QR кодтарды салдық. Бұл біріншісі менің Instagram парақшама және YouTube парақшама, Facebook парақшаларыма жеке сілтеме. Бұнда менің жалпы шығармашылығыммен танысуға болады. Және мұнда өзімнің автордан бір ауыз сөз деп оқырмандарға айтқан сөзімді жолдадым. Ал өзім туралы ақпаратты егер ізденген адамға өзі белгілі бола жатар деп, ондай ақпаратты салмадық. Бәрекелді, құтты болсын. Ұнайды қарағаның деген өлеңіңізге ән жазылған екен. Ән жазған әкім ағамыз
осы тұсаукесерде маған тосынсый ретінде осы әнге, сөзге ән жазып, оны президент оркестрінің әншісі Әлібек Ізбасаров орындады. Ақынға қара сөзден өлең оңай деп өзіңіз тәуелсіздіктің құрдасы екенсіз. Жырларыңызға кезек берейік. Қанша мәрте жаңа өмір бастадым. Сен туралы ойды бөгеп тастадым. Қаншама рет қош айтыстым санамда, бұлттан қорғап бақытымның аспанын. Қаншама рет саған бақыт тіледім, сен емес деп менің ғазиз тірегім. Қаншама рет үміт шамын сөндіріп, қараңғыда жалғыз өзім түнедім. Қаншама рет есіңде ме алаңдап, жылы сөзді айтушы едім бағамдап. Қаншама рет артық көріп өзгеден, құшағымды жая бердім сағанақ. Қаншама рет түйіскенде жанарлар, жан мұңымды айтушы едім саған әр. Қаншама рет кездескенде кеудемде, сен білмейсің отты сезім алаулар. Қаншама рет өз дертіме тұншықтым, жұбату сөз маған айтып тұрсын кім. Қаншама рет уәдемді бұзсам да, бұдан бұлай жібермейді тылсым күш. Енді мені іздеп қалма қош қалқам, шын бақытқа жол сапарын бұрсын қыз. Мен туған жерге сағыныш деген өлеңді оқығым келіп тұр. Себебі Астанаға алғаш қоныс аударғанда туған жерімді қатты сағындым. Сол кезде туған өлеңімнің бірі. Жетемін деп саған желдей асықтым, екеуміздің арамызда қашықтым. Басқа жердің тамсансамда көркіне, мен өзіңе өмір бойы ғашықпын. Бал-балалық жастығымның мекені, көңілімнің мәлім ынтық екені, дариядай сағынышым кеудемде, бірде мұңды, бірде ойлы етеді. Аспаны бір мына жарық ғаламның, басқа бірақ реңі туған қаламның. Сағындым ғой ерте келіп көктейтін, гүл көктемін туып өскен даламның. Мына жауын жаныма нұр төкпеді, сағыныштан өрген тілек көп педі. Жұпарыңнан иіскейін туған жер, мауқымды бір баспадым ғой кеткелі. Сен жақмаған қол жетпестей көрінді, ұсынсаңшы о туған жер төріңді, еркелетіп өсірбен кезінде, тағы бүгін шалқытайын көңілді. Тамаша, өзіңіз қай өңірдің тумасысыз? Мен Тараз қаласының тумасымын. Осында Жамбыл атындағы нөмір 5 орта мектепті оқып бітірдім. Және жоғарғы оқу орнын Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде филология мамандығы бойынша білім алдым. Бәрекелді. Демек, ауылда тумағансыз. Қалада туып, қалада ғұмыр кешіп жатырмын десеңізші. Иә. Бәрекелді. Өзіңіз аймақ айнасы Жамбыл телеарнасындағы Рауан әнсізді ақпаратты бағдарламасын жүргізген екенсіз. Қазір қай жақта жүрсіз? Иә, менің алғашқы еңбек жолым осы киелі шаңырақ, қара шаңырақ десе болады. Ол кезде Қазақстан Тараз телеарнасы деп аталушы еді. Қазір Жамбыл ТВ телеарнасы болып өзгертілді. Осында Рауан әнсізді ақпаратты бағдарламасын тікелей эфирде жүргіздім. Қателеспесем 2 жыл шамасында. Осында Балмұздақ деген бағдарламаны жүргіздік, өзімнің құрбы достарымен бірге. Сондай-ақ өзімнің авторлық Домбыра Сети деген бағдарламам болды. Ол жастардың, қазіргі қала жастарының ойын-сауық ортасы ретінде домбырамен, неше түрлі ұлттық аспаптармен, ән шырқап, күй шертіп дегендер, айтыс та оның ішіне кіретін, сондай қызықты бағдарламаны жүргіздім. Кейін өзімнің қалауыммен республикалық деңгейде өзімді шыңдайын, көрейін деп Астанаға қоныс аударуды шештім. Онда 2014 жылдың 21 қаңтарында бардым.
негізі өзімде екі мақсат болды осы уақытта кетудің себебі бір оқпен екі қоянды ату деген сияқты әрі алдымен жұмыс іздеу керек болды. Екіншіден Астананың аязды күндеріне үйренуде бір үлкен адаптация болды. Сол екеуін бірдей игеріп алайын деп осы 21 қаңтарда Астананың алғаш боранына тап болдым. Сонда алғашқы тапқан жұмысым республикалық тәуелсіздіктің ақ таңы журналында жұмыс істедім. Кейін Қазақстан кәсіподақ газетінде жұмыс істедім. Қазіргі таңда Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы педагогикалық шеберлік орталығының баспа және имидждік қолдау бөлімінде жұмыс істеймін. Бәрекелді. Жалпы өмірдегі мақсатыңыз қандай? Өмірдегі мақсатым ең бастысы айтады ғой, адам болып келген соң адам болып қалу керек деп. Сол адамдық өзімнің басты болмысымды сақтап қалу, қай жағдайда болсын. Және мінекей өзімнің алғашқы шығармашылығымда да жетістікке жетіп, кітабымды шығарып отырмын. Ал ендігі басты мақсатым ол бақытты отбасын құру шығар. Тамаша. Сәттілік тілейміз. Жалпы өлеңдеріңізге сын айтылған кез болды ма? Сын айтылған кез болды, иә. Қалай қабылдадыңыз? Әрине, оңды қабылдадым. Өйткені сын айтылмай мін түзілмейді дейді ғой. Сондықтан өзімнің білмейтін тұстарымды сол арқылы жөндеуге тырыстым. Өзім сын арқылы адам шыңдалады деп ойлаймын негізінде. Ол құр мақтаудан адам өспейді деп есептеймін. Тамаша. Кімді ұстаз санайсыз? Ең алдымен менің осы өлең жазуыма септігін тигізген бастауыштағы ұстазым Роза Доспаева деген кісі болатын. Мен алғаш бізге өлең жазу тапсырмасын беру арқылы менің осы талабым байқала бастады. Сол арқылы мен өлең жазуды ары қарай жалғастырдым. Сондай-ақ Жамбыл атындағы мектептегі ұстаздарым Исмаилова Бағлан Апкейімді және Қожамұратов Тоймұрат ағайымды әркез ұстаз ретінде мақтан тұтамын. Олар да мені осы талабымды байқап, ақындардың жыр мүшәйраларына апарып тұрды. Талдықорған қаласында өткен Ілияс Жансүгіров оқуларына жетектеп апарды. Сол сияқты мені шыңдауға барлық өзінің еңбегін арнады деп есептеймін. Өмірге өкпелі емессіз бе? Жоқ, өкпелі емеспін. Себебі адам өзінің қайда туылатынын, қандай отбасында туылатынын алдын ала таңдап келмейді дейді ғой. Сондықтан мен осы қазақ елінде туғанымды ең алдымен киелі Тараз қаласында туғанымды және өнегелі отбасында туғанымды мақтан тұтамын. Көзіңізге жиі жас аласыз ба? Жиі аламын деп айта алмаймын, себебі өмірдің әр сәттін позитивті түрде қабылдауға тырысамын. Дегенмен жас алатын тұстарда болады. Ол өмірдің қандай да әділетсіз тұстарына кезіккенде, сондай-ақ сөз құдіретті дейді ғой. Сол сияқты сөздің қасиеті мен үшін өте жоғары. Сондықтан қандай да бір сөз менің көңілімді жылатуы да мүмкін. Сондай сәттерде көзіме жас алып қалуы мүмкін. Жалпы қыз баласына өнер жолы, оның ішінде өлең өте ауыр тиеді, оңай емес. Бұл жолда сізге сәттіліктер тілейміз. Сөз Сәуле Айдарына кезек берсек, сіздің шығармашылығыңыз туралы әкім Ысқақ ағамыз өз пікірін білдірген екен. Экранға назар аударайық. Олжан туралы көп айтуға болады. Өйткені Олжанды мен көптен бері білемін. Осы өте инабатты, ибалы, тәрбиелі, мәдениетті қыз. Бұл тұрғыда мен ата-анасына айтар алғысым шексіз. Өйткені дүниедегі ең үлкен керемет қуаныш баланың жақсы болуы, баланың тәртіпті, тәрбиелі болып өсуі.
Сондықтан бұрынғы кісілер айтады екен ғой, балаңа қастандық жасағың келсе, еркелетіп өсір деп. Ұлжанның бойында ізеттілік, адамдық, адамгершілік бар. Және Ұлжанның творствоға жақындығы, бойында бір лиризм бар, әдемі нәзік лиризм. Сол өлеңдерінде де осы сезіліп тұрады. Өзінің адамның мінезі мен шығармашылығы ұқсас. Мен бұл тұрғыда ұнайды Қарағаным деген жақында ғана дүниеге келген тұңғыш кітабы құтты болсын. Біз тілеулеспіз, тілеулестер деген бір командадамыз, бір ұжымбыз. Сондықтан Ұлжанның бойындағы жақсы қасиеттерді көрген сайын, бүгінгі жастардың бойында да осындай қасиет болса екен деп тілеймін. Өйткені өмірдегі ең керемет дүние адамның бойындағы ізгілік, өмірге құштарлық. Кейбір адамдар болады керемет талантты, бірақ мінездері өте қиын. Сондықтан ең үлкен керемет адамдық мінез, адалдық, кішіпейілдік. Міне осы керемет қасиеттерімен бәрімізге де құрметті, бәрімізге де абыройлы. Айналайын Ұлжан, шығармашылығың арта берсін, еліңнің, халқыңның батасын ала бер. Біз шын жүректен тілеулеспіз саған. Сұхбатымыздың соңында әулиелі әулиеата жұртына, туған жерге деген ыстық лебізіңіз болса, тыңдауға әзірміз. Әрине, мен осы қалада түлеп ұштым, осы жерде еркелеп өстім. Сондықтан бағана өлеңімде айтқандай, басқа қандай елді араласам да, мен өзімнің туған өлкеме қашанда ғашықпын, жақсы көремін. Сондықтан әулиеата тұрғындарына, тараздықтарға қашанда тілеулеспін, олардың амандығын тілеп жүремін. Сіздерге де рахмет, осылай қыздарыңызды Тараздың төріне еркелетіп қарсы алып күтіп алып жатқандарыңызға. Сондықтан басты амандық тілеймін, дендеріңіз сау болсын, қуанышты, жағымды оқиғалардың кейіпкері болып жүре беріңіздер. Аумин, рахмет. Ұлжан ханым, бүгін алтын уақытыңызды қиып, біздің студиямызға келіп, әдемі өлеңдеріңізді оқып, әсерлі әңгімеңізді айтқаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Өлең өлкесіндегі қағып жатқан қанатыңыз биіктен көріне беріңіз, қанатыңыз қатая берсін, өлеңдеріңіз халықтың жүрегіне жете берсін деген тілек айтқымыз келеді. Рахмет. Осымен жас ақын Ұлжан Шораевамен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне бос тұрғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда, бақытты да бақуатты ғұмыр кешуіңізді Раббым нәсіп еткей.